Сыр өңірі қазақтарының Орта Азия мемлекеттеріне қарсы күреске шығу себептері. Арал теңізі маңындағы қазақтарға қарсы шабуылды күшейте түскен мемлекеттердің бірі Қоқан хандығы болды. 1808 жылы қоқандықтар Ташкентті, 1814 жылы Түркістанды, 1818 жылы қоқандардың Ақмешіт бекінісі Сырдарияның оң жағалауына көшірілді. Ақмешіт бірте-бірте сауда керуен жолдарының үстіндегі аса ірі әскери бекіністердің біріне айналды. Ол Ташкент, Бұхара және Хиуадан Троицк, Атбасарға, Батыс Сібір қалаларына өтетін көпестердің керуендерін бақылап отырды. Қоқандықтар Ақмешіт пен басқа да бекіністер аймағында көшіп-қонып жүрген қазақтардан жиі алынатын алым-салық түрлерін ауырлатып жіберді. Мәселен, әр отбасыға жыл сайын салық ретінде Қоқан үкіметі 6 қой, 4 арба сексеуіл, 1000 бау қамыс төлеп тұруға тиіс болды. Мұның өзі жергілікті тұрғындардың материалдық жағдайын нашарлата түсті. Бұл мәселені қоқандықтармен бейбіт жолмен келісім жасау арқылы шешу әрекеттерінің реті келмеді. Сондай заманда Жанқожа Батыр өмір сүрді. Ол 1836 жылы жауынгерлерімен бірге Хиуа әскерлеріне қарсы күреске шығып, олардың ірі бекініс қамалы Бесқаланы тас-талқан етіп қиратты. 1845 жылы Хиуаның құрамында 2000 сарбазы бар ірі жасағын ойсырата жеңді. Жанқожа Қоқан хандығы мен Сырдарияның төменгі ағысы бойындағы әскери бекіністеріне де шабуыл жасады. 1847 жылы көтерілісшілер Сырдарияның сол жақ бетіне өтіп, Хиуа бекінісі Жаңақаланы басып алып қиратты. Батыр мен оның жақын серіктері хиуалықтар бұрын қазақтардан тартып алып кеткен 3000 түйені, 500 жылқыны, 2000 ірі қараны және 52.000 қойды тартып алып кетті. Қоқандықтар қазақтардың көп малын күшпен айдап алып кетті. Жанқожа Батыр Ақмешітке дейін жорық жасады. Қоқандықтардың әскери жасағын талқандады. Батыр Хиуа мен Қоқанға қарсы күресіп жүрген кезде Ресей империясының әскери жасақтары Орынбор жақтан Маңғыстауды басып өтіп, Сырдарияны бойлап ілгері жылжып келе жатты. Көтерілістің жеңілуі. Көтерілістің негізгі күштері жеңілгеннен кейін Жанқожа Батыр Хиуа ханына өтініш жасап, хандықта тұратын қазақтардан, қарақалпақтардан және түркмендерден әскери жасақ құрап беруін сұрады. Ондағы ойы Қазалы қамалына қайтадан шабуыл жасау еді. Бірақ Хиуа ханы оның өтінішін қабыл алмады. Жанқожа Батырдың күшейіп кетуінен қорықты. Патша үкіметінің әскери әкімшілігі Жанқожа Нұрмұхамедұлының көзін жою үшін арнаулы жазалаушы әскер жіберді. 1860 жылы жазалаушы әскер Қызылқұмның ішіндегі Жанқара көлінің басында отырған Жанқожа Батырдың ауылын қоршауға алды. Қанды шайқастың барысында Жанқожа Батыр жазалаушылардың оғынан қаза тапты. Батырдың өмірден өтер кезіндегі соңғы сәтін Мейер былай деп суреттейді. Қарт Батыр оқ өтпейтін сауытын киіп, қару-жарағын асынып, үйінен шығып үлгерді. Бірақ аты жоқ екен. Ажалының жеткені жер осы екен деп, ол бір төмпешіктің үстіне аспай-саспай шығып алды да, өз иманын өзі үйріп, дұға оқи бастады. Зулаған оқтар көпке дейін оның сауытынан өтпей, тайқып, ұшып, кері түсіп жатты. Ақырында бір оқ оның мойнына дәл тиіп, қарт Батырдың өмірін қиып кетті. Жазалаушы отряд көтерілісшілердің ауылдарын ойран сала шауып, аяусыз тонады. Үйлерді өртеп, малының бәрін айдап кетті. Көтеріліске белсене қатысқандар жазалау шаралары кезінде қаза тапты. Мал-мүлкі түгел тоналған шеттілер ашаршылыққа ұшырады. Олардың бір бөлігі Хиуа хандығы жағына өтіп кетті. Енді бір бөлігі әскери бекіністерге қайта оралып, аштан қырылып қалмаудың қамын жасады. Жанқожа Батырдың оның парасаттылығы мен ержүрек батырлығы үшін орыс әскерінің өздерін де қатты сыйлайтын. Сыр бойындағы қазақтары оны қасиетті адам деп санайтын. Халықтың сүйікті ұлы болған, оны зор құрметпен жерледі.